Қайырлы күн, сіздермен Даму Академиясы. Бұл ниш пен ктл-ға дайындық. Сіздерге 4 есеп ұсынамыз. Өздеріңіздің ойларыңызды төменге пікірге қалдырыңыз. Армысыз оқушым, бүгін білім инновация лицейіне тапсыруға бір апта қалды. Егер сіз уайымдап жүрген болсаңыз, уайымдамаңыз, сіздерге арнап Сәлім ағай осындай логика арналған тапсырмалар дайындап қойды. Біз сізге қазір 4 есеп ұсынамыз. Өз күшіңізбен шығарып көріңіз. Оны қалай шығарасыз? Алдымен есепті басталмастан бұрын паузаға қосыңыз. Өзіңіздің жауабыңызды белгілеңіз. Кейін бізбен тексеріңіз. Егер сізде 4-ден де 4 дұрыс болса, сізге лайк, сіз жақсы дайындалып жатқан екенсіз. Ендеше бастайық. Бірінші есеп 5, 3, 13, 6, 5, 17, 3, 1, 7, 4, 2 белгісіз. Осы белгісіздің орнында не тұр? Ал мына жерде біздің жауаптар. Паузаға қосыңыз, өзіңіз шығарып көріңіз енді. Мен сізді шығар деп ойлаймын. Сіз қай жауапты таңдаңыз? Маған төменге қалдырыңыз. Ал енді мен сізге бұны қалай шығару жолын үйретейін. Мына жерде қараңыз. Алғашқы сандардың барлығын 2 еселейік. 5-ті 2-ге көбейтейік. Қанша болады? 10 болады. 6-ны 2-ге көбейтейік. 12 болады. 3-ті 2-ге көбейтейік. 6 болады. 4-ті 2-ге көбейтейік. 8 болады. Ал енді осы шыққан мәндерді екінші санға қосайық. 10-ды 3-ке қоссақ 13, 12-ні 5-ке қоссақ 17, 6-ға 1-ді қоссақ 7, 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. Ал 10 бізде А жауабында орналасқан. Мен сізді де дұрыс жауап бер деп ойлаймын. Келесі есеп, екінші есеп 2, 6, 6, 5, 2, 5, 14, 20, 7, 6 белгісіз. Дәл осы белгісіздің орнында 7, 10, 18, 14, 21 деген санның біреуі болуы мүмкін. Алдымен пауза қосыңыз. Өз жауабыңызды төменге қалдырыңыз. Енді қалай шығару жолын мен сізге үйретейін. 2-ні 6-ға көбейтеміз. 12, 5-ті 2-ге көбейтеміз. 10, 10-ды 4-ке көбейтеміз. 40, 7-ні 6-ға көбейтеміз. 42. Ал енді мына жерде бір байланыс көріп тұрған шығарсыз. 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 10-ды 2-ге бөлеміз 5, 40-ты 2-ге бөлеміз 20, сәйкесінше 42-ні де 2-ге бөлеміз 21. 21 деген бізде Е жауабында орналасқан. Қараңыздар, балалар, логиканың бір ерекшелігі сізге нақты не істеу керек екенін айтпайды. Осылай сандарды береді, сіз оларды қосасыз, көбейтесіз, азайтасыз, бөлесіз, квадраттайсыз. Кейде оларды кубтайтын жағдай болады. Сондықтан логикада мына сандар қандай байланыс екенін тезірек және оңай табу үшін бұндай есептерді көбірек шығару керек. Ал енді үшінші есеп 2, 4, 16, 3, 3, 27, 5, 2, 25, 5, 3 қандай сан болады? Ол бізде 5, 15, 20, 25 және 125 болуы мүмкін. Пауза қосып, өзіңіз шығарып көріңіз. Мен сізді шығар деп ойлаймын. Төменге өзіңіздің жауабыңызды қалдырыңыз. Ал енді бұл есептің шешімін үйретейін. 2, 4. Бұл дегеніміз 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейт деген мағынаны білдіреді. 2-ні көбейтсек 4, 4-ті көбейтсек 8, 8-ді көбейтсек 16. 3-ті 3-ке 3 рет көбейт деген сөз. 3-ке 9, 9-ке 27. Немесе дәрежесі деп айтсақ болады. Бұл 5-тің 2 дәрежесі. Немесе 5-ті өз-өзіне 2 рет көбейт деген сөз. Бұл бізде 25. Сәйкесінше бізден сұрап тұрғаны 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейту керекпіз. Яғни бірінші сандар ол негізгі сандар, екінші сандар оны өз-өзіне неше рет көбейту керек екенін түсіндіріп тұр. 5-ті 5 көбейтсек 25, 25-ті 5 көбейтсек 125. Ал 125 деген жауап бізде Е жауабында орналасқан. Рахмет, назарыңызға. Ал енді төртінші есеп. Төртінші есепке де келіп жеттік. 7, 3, 8, 16, 10, 12, 11, 7, 8, 18, 11 қандай сан болады? Ол сандар бізде 14, 20, 8, 12 және 16 болуы мүмкін. Пауза қосамыз, өз-өзіңіз тексеріп көріңіз.
сізді шығарды деп ойлаймын. Жауапқа сіздің пікіріңізді күтеміз. Ал енді қалай шығару керегін мен сізге түсіндірейін. 7-ден 3-ті азайтамыз. 4 болады. 16-дан 10-ды азайтамыз. 6 болады. 11-ден 7-ні азайтамыз. 4 болады. 18-ден 11-ді азайтамыз. 7 болады. Ал енді қараңыз. 4-тен 8-ді қалай жасай аламыз? 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8, 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8, ал енді біздің жауап табу үшін 7-ні 2-ге көбейтеміз. 14. Ал 14 бізде А жауабында орналасқан екен. Сіз бұл есептерді қалай шығардыңыз? 4 есептің нешеуі дұрыс болды? Төменге жазыңыз, қай қаладан екеніңізді айтыңыз, қашан көріп тұрғаныңызды айтыңыз. Біз сізбен кері байланысқа шығамыз. Егер сіз осылай өз деңгейіңізді көтеріп, білім деңгейіңізді арттырғыңыз келсе, бізде қабылдау емтихан тесті бар. Ол жерде математика 40 сұрақ, сандық сипаттама 60 сұрақ және логика 20 сұрақтан тұрады. Сонымен қатар марафон 1, марафон 2 бар. Әрқайсысында 5-5 тақырыптан, оның ішінде логикасы да бар. КТЛ интенсив онлайн курсы бар. Дәл сол курсты былтыр сатып алып, 100-ден астам оқушы бүкіл Қазақстан бойынша әртүрлі ауылдардан оқуға түскен болатын. Сіз де өзіңіздің білім деңгейіңізді көтеріп, бірінші турдан сәтті өтіп, екінші турдан жоғары жинап, сол мектептің түлегі бола аласыз. Төменде барлық толығырақ жазылған, сол ұнаған тақырыптарды алып, бізге хабарлассаңыз болады. Сізге бүгінгі тақырыптар ұнады деген ойдамын. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз, достарыңызға таратыңыз. Егер бұл видео 2000-нан көбірек адам көріп жатқан болса, мен оның жалғасын міндетті түрде түсіремін. Сау болыңыздар, сіздермен болған Сәлім Қойшыбай. Ниш пен КТЛ-ға дайындаушы ұстаздарымыз.